бар. Жүрегім қатты ауырып. Жүрегіңіз? Қойыңыз енді. Иә, кәдімгідей соғып кетті. Шақырайық, иә? Аиданың үміткері, келіңіз. Қош келдіңіз. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Саламатсыз балауса ханым. Есіміңіз? Есімім Жандос. Ақтөбе қаласынан келіп отырмын. Жай Пучук ағаларыма ассалаумағалейкум. Жасым 19-да. Аида ханым таңдап келіп отырмын. Неге таңдадыңыз? Соны айтыңызшы. Себептерін айтсаңыз, қандай Қылығы, ұнады? харизмасы, сөйлеген сөзі, нығы өте қатты ұнады. Ал Аида, Сол себепті. сұрақтарыңыз. Жандос деді ма есімін? Жандос, қош келдіңіз. Біріншіден мені таңдап келгеніңізге көп рахмет. Алғысым шексіз. Енді 1,5 айдан кейін осылай батылдық танытып келгеніңізге көп рахмет. Жасыңыз нешеде? Жасым 19-да. Жарайды. Не болды? Қоя беріңіз. Бір жағынан мынандай болып тұр да, Ақтөбе дегеніне сәл-пәл қуанып тұрғаным бар. Себебі маған андай Ақтаудың келіндері болады ғой, сол батыс жақтың келіндері киініп жүреді қандай күшті нелермен, камзолдарымен. Маған сол ұнайды да. Мен сондай арманым бар да. Мен бір сол Ақтаудың или бір Ақтөбенің бір жігітіне тұрмысқа шықсам, мен де дәл солай киініп жүргім келеді деген бір арман бар негізі. Саған, бірақ енді егер де қай жаққа келін болсаңыз да, өзіңізбен бірге алып барсаңыз болады. Иә, ол болады, ол да болады ғой. Иә. Отбасыңызда қаншаусыздар? Отбасы жайлы айта кетсеңіз. Отбасы жағында анам, және де үйде 3 бауырымыз, ағам бар, інім бар. Болды. Жұмыс жасайсыз ба, әлде оқисыз ба әлі күнге дейін? Қазіргі таңда Алматы қаласына көшіп келдім. Оқуым Ақтөбеде. Алматы қаласында футболында бапкер болып жұмыс істеймін. Балаларды дайындаймын спорт жағына. Қандай оқу мамандығын бітірдіңіз? Оқу мамандығын бітірген жоқпын, әлі оқып жатырмын. Технический специалисті. Ол яғни осылай видео, басқа сондай арқылы ғой. Түсінікті. Және Аида, жаңа сіздің жасыңыз нешеде еді? 23-те. 23-те. 19-да, 4 жас. Сіз биыл 20-ға келесіз ба? Әлде 19-ға енді толдыңыз ба? Толдым 19-ға. Енді толдыңыз. Яғни таза 4 жас, ол сізге енді қаншалықты кедергі болуы мүмкін? Қатты бір кедергі деп айта алмаймын. Бірақ мен 19-да деп айта алмас едім, Жандосты. Жандос кедергі емес. Сөзіне мығым, сондай бір жігіт келіп тұрған сияқты, өзінің ісін жақсы білетін дегендей. Қоя берсем, қобалжырақтар. Ал саған. Иә. Өзім бастайыншы. Ассалаумағалейкум, Жандос бауырым. Негізі 1-2 поляда көріскен сияқтымыз, иә. Красавчик. Негізі футболисттерге бауырсағанын енді білесіз білмейсіз бе, более қыздар жағына таңдаған кезде характерный қыздар таңдайды. Өйткені көбісі футболда жүрген кезде андай болады ғой, бәрі бір доптың артынан 22 адам жүгіргенде ойлайды ғой. Бірақ та сол жақта барлық эмоция жатады, бәрін шығара алады, уақытында тоқтай алады. Бірақ та енді Жандос таңдап келгеніне өте қуаныштымын, себебі бұл қыздың характері енді біраз жерде жатыр. Но сені көндіре алады деп ойлаймын, сені өткені поляда көргем. Жалпы Аиданың жаңағы характерінен бөлек қандай бір қырларын, қандай бір қылығын бақылап, не істеп келдің, таңдап келдің? Жалпы Аиданың тиктокта былай айтады ғой, қыз қылығымен тәнті етеді. Қылығы өте қатты ұнады. Сол себепті таңдадым. Характер, мінез ол. Жалпы Ақтөбеден біраз болды көшіп кеткеніңе? 2 ай болды. 2 ай болды. Негізі, иә. Сен қай жақтікі едің, Аида? Талғардікі. Болды ғой ол Ақтөбеге бару деген бір ата-анамен тұрады деген ойдамын енді. Ата-анамен тұрады деген ойдамын. Енді жалпы андай Ақтөбеге барып демес, енді егер жақсы болып кетіп жатса барлығы енді осы Алматы қаласында, Алматы облысында. Негізі бірге тұру керек па сіздерде? Сіздерде болғанда енді сіздің отбасында деп тұрғаным ғой. Жалпы негізі бізде Ақтөбеде ең кішісі алады анасының қолына. Бірақ анасы енді қай баласының қолында тұрғысы келеді, өзі біледі. Сіздің отбасыда солай, иә? Мен қарсымын. Аида, сізден менде онда қарсылық жоқ. Қарсылық жоқ. Зарина? Ханым, енді мен білмеймін, Алишер мен Аягөзден кейін ба, андай бір
бір күшті болашақ көріп тұрған сияқтымын да, мына екі кісі екеуі бір-бірін кәдімгідей бір толықтыратын сияқты. Және жігітті байқаймын да, жасы 19-да болса да, андай бір үндемей өзімен өзі бірақ күшті жұмыстар бітіріп жүретін жігіттер болады ғой. Сондай сияқты қылып көріп тұрмын да. Мен мынандай жұмыстарым бар, ананы үйтуім керек деп сөзбен қатыратын емес, іспен дәлелдейтін жігіт екенін көрініп тұр. Аидаға да талғамда сондай жігіттер ұнайды білуімше. Кәдімгідей екеуі бір-бірін толықтыратын сияқты, енді бір жақсы жұп болатын сияқты бұйырса. Жандос, сіз жасы енді 4 жасқа үлкен, иә, мысалы өзіңізден жасы үлкен қыздарға жақсы көзқараста қарайсыз ба? Жақсы дегенде енді дұрыс түсіндіріп айта кетейін, жаңағы жас айырмашылығы сезіліп қалмай ма дегендей. Бұрын соңды арақатынас болып па еді өзіңізден үлкен қыздармен? Бұрын соңғы болды арақатынас. Ол да Аиданың құрдасы болды. Бір жыл бұрын аяқталған қарақатынас. Неге жараспай қалды әңгімелерің? Неге жараспай қалды дегенде, мінезіміз келген жоқ, тағы да басқа. Сосын бізде Ақтөбеде ең қатты қарайтын ру. Біздің руымыз бірдей болып қалды. Руымыз бірдей болып қалды. А сіздердің? Сіздің өзіңіздің руыңыз? Мен руым кіші жүз, төрт қараның ішінде бақшақ. Сізде? Мен албанмын. Албансыз. Иә, кедергі жоқ. Бір зат айтып жіберсем бола ма? Негізі Аида өте красавчик жігіт келіп тұр саған. Егер де барлығы жақсы болып кетіп жатса, бір өтініш бар Балауса ханым. Біздер негізі Жандос осы редакциямен футбол ниетіміз бар. Енді біз Аида қарындасымыз, егер де барлығы жақсы болып кетіп жатса, Аида футбол ойнауға жібересің бе? Иә да. Қатысушылар, редакторлар болып бөлінетін едіңіздер, үміткерлер де қосылады. Үміткерлер енді бізді қарындасымыз ғой, енді қатысушы ғой. Сіздер жеңіліп жатсыздар өздеріңіз. Иә, просто алдында Мадина болмады да, ойнамаса да жағы редакцияға болысып кеткені сол жері да. Енді ол болашақ келін ғой. Болашақ күйеу бала ғой. Болашақ күйеу бала ғой. Күйеу бала. Енді бірақ бәрібірде енді Мадина ойнаған жоқ, жай ғана қолдау көрсетіп отырды. Қолдаудың өзі чостойды. Оның бір команда болды. Онда Жандос барып сіздерді қолдайтын шығар? Өзі қарасын. Жақсы. Ринат? Жандос, ассалаумағалейкум. Қош келдің. Негізі төрт қараның балдары негізі андай өздері уверен балдар ғой. Өз дос балдарымды көбісі төрт қараның балдары. Мен жаңа айтып жатыр ғой, мысалға, ұруға көп қарайды деп Балауса ханым. Біз жақта андай енді жетата дегенге ғой, көп қарайтыны. Егер жетатадан аспаса балдар. Жоқ, барлық жалпы қазақ жетатаға қарайды. Бірақ енді нақты бірден тіпті бірнеше ата сәйкес келіп қалған шығар, содан кейін шығар. Соны айтып отқаны ғой. Қош келдің, негізі таңдап отқан қызың таңдауың өте орынды. Неден, бақытты болыңдар. Енді алдым басқа. Қуанып отыр мен Балауса. Тос айтып кеткен ше, бақытты болыңдар. Қуанып отырмын андайша. Жаңағыда Зарина айтып отыр, может Әлішермен неден істегеннен кейін ба? Қуанышымыз мықты болды. Бізге айтпаған тосым, қайтып кеткеніңіз? Жоқ, негізі жаңа Жандоспен мен сыртта танысып қалдым Балауса ханым. Негізі өте ақ көңіл, ашық жарқын, общем, жақсы бала екен. Негізі жаңа сыртта сөйлесіп қалғанымыз бар. Негізі Аида сен жасқа қарайтын едің, иә? Қателеспесем. Иә, қарайтын едім. Сол жағын енді айтып кетсең, енді 19-да сен қаншадасың? 23-темін. Сол жағын енді қалай негізі? Ойың өзгерді ма, талаптарың өзгерді ма деген сияқты ғой енді? Өзгертем деп шештім. Талаптарымды өзгертем деп шештім. Өзгереді, жасы кіші болса да, енді білмеймін, осында отыр ғой енді көп жігіттер жастары кішкентай болса да, бірақ істері басқаша деген сияқты. Бірақ оған дейін менде ой басқаша болатын да, бәрібір өзгермейді ондай нәрсе деген сияқты. Бірақ тем более кіші жүздің адамдары маған жақын болып келеді, себебі менің мамам кіші жүз әлім да, и олардың туысқандарында солай төрт қара там сондай бөліне береді да, кіші жүздің адамдармен негізі менің тіл табысуым өте оңай деп те айтсам. Бірақ енді бөлінбейміз. Дұрыс айтасыздар. Мен Аида үшін қуанышты болып отырмын. Негізі Балауса қамшы. Негізі соңғы арақатынасының бәрі тек 30 плюс болып келатты да бұл кісінің. Бірден 19-ға түсті да, мысалы. Жап жаңа, жылы жаңа жігіт келіп отыр ғой мысалға. Қош келдің бауырым. Енді, Пробегі жоқ. Пробегі айналып кеткен шығар, білмейміз ғой енді бұл кісі. Жылы жаңа болғанымен. Жүгіреді ғой бұл кісі. Қатты айналуы мүмкін да пробегі. Футболист ғой деп алдым да. Қош келдіңіз. Енді нандай ғой, негізі Аиданың талаптары жаңа өзгеріп жатыр ғой енді былайынан. Жас болса да бола береді деген сияқты. Енді алдыңғы арақатынастарына байланысты шығар мүмкін. Енді сіздің мысалы жасы үлкен қызбен соңғы рет арақатынасыңыз болды ма, қашан болды жаңағындай?
болып қойды ма? Үлкен мен деді ғой, үлкен. ара қатынас болды. Нұржан айтты ғой бір жыл жаңа. бұрын Аға, аяқталды. бәрекелді. Ешқандай зияны жоқ. Енді тағы да тура сол сияқты болып қалуы мүмкін деп ойламайсыз ба? Жасы үлкен Сөзіңізді олай бөлейін, ойламаймын. бұл сұраққа жарнамадан кейін жауап берерсіз. Шымылдық ашыла ма жоқ па бірге? Сен мұндайды кездестірген емессің. Батыл, сергітерлік, жаңа. Анар дәмі бар Фанта. Күшті дәмді татып көр. Қалайсың ба? Сәбилер неліктен Нестажен 3 балалар сүтін ұнатады? Асқазан мен жақсы жұмыс істейді. Және иммунитетке керемет пайдалы. Нестажен 3 балалар сүтінде L-рой лактобактериялар бар.